Саламатсың ба балақай? 126 сабақ есептер шығару. Бүгінгі сабақта 2-2-ден комбинациялар нұсқасын құрастыруды үйренесің. Сабақты бастамас бұрын подписацияны басып, лайк басуды ұмытпа. Бірінші тапсырма. Балалар таңдаған көкөністер мен жемістердің атауын теріп жаз дейді. Сырым, мен жасыл түсті көкөністі таңдаймын дейді. Ал Әлия, мен қызыл түсті жемістерді таңдаймын дейді. Жасыл түсті көкөністен қияр мен орам жапырақты сырым таңдауы мүмкін. Ал жемістерден, қызыл түсті жемістерден алма мен анарды таңдауы мүмкін Әлия. Екінші тапсырма. Анам тек 2 көкөністен салат жасамақшы. Таңдаудың қандай нұсқалары бар? Бірінші нұсқа бұрыш пен қызанақты таңдауы мүмкін. Екінші нұсқа қызанақ пен қияр. Үшінші нұсқа қияр мен пияз. Төртінші нұсқа бұрыш пен пияз таңдауы мүмкін. Өте көп нұсқаларды таңдауға болады. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Балалар асханаға бару үшін жұптасып сапқа тұрмақшы болды. Айгүлді жұп таңдаудың қанша нұсқасы бар дейді. Бізге суретте кімдер берілген? Айгүл, Берік, Сәуле, Арман. Енді нұсқаларын қарастырып көрейік. Айгүл бірінші нұсқасы Берікпен баруға болады. Екінші нұсқасы Айгүл Сәулемен баруына болады. Үшінші нұсқасы Айгүл Арманмен баруына болады. Сонда Айгүлді жұп таңдаудың 3 нұсқасы бар екен. Төртінші тапсырма. Сурет пен сұлба бойынша есеп құрастыр. Кесінді сызып, осындай сұлба сал. Есепті шығар. Кері есептер құрастырып көр дейді. Бізде суретте не берілген? Себет, алмалар және 9 саны берілген. Енді осыларды пайдаланып есептің шартын құрастырайық. Себетте болғаны белгісіз, қанша алма екені белгісіз. Бірақ соның үстіне тағы да салынды 3 алма. Барлығы 9 алма екен. Енді сонда бізде табуымыз керек себетте қанша алма болғаны алдында, бастапқыда. Ол үшін барлығы 9, содан азайтамыз салынған 3 алманы, тең 6 қалады екен. Жауабы себетте бастапқыда 6 алма болды. Бесінші тапсырма. Есепте өзіңді тексер дейді. 30 литр мен 70 литрдің қосындысы 100 литр болады. 90 килограмм мен 80 килограмның айырмасы 10 килограмм болады. 30 литр мен 60 литрдің қосындысы 90 литр болады. 100 килограмм мен 50 килограмның айырмасы 50 килограмм болады. 90 литрден 90 литрді азайтсақ 0 қалады. 50 литрден 20 литрді азайтсақ 30 литр қалады. 100 килограммнан 30 килограмды азайтсақ 70 литр қалады. 10 литрге 40 литрді қоссақ 50 литр болады. 30 килограммға 50 килограмды қоссақ 80 килограмм болады. 80 килограммға 20 килограмды қоссақ 100 килограмм болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.